Саламатсыздар ма балалар? Merhaba. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарының бірі қанталапай ойынын ойнайтын боламыз. Қанталапай ойынның шарты. Мына қоржын толған асықтың ішінде бізде мынандай қызыл асық болады. Бұл қызыл асық кімге түседі, сол бала ойынды бірінші бастайтын болады. Мен қазір осы асықтарды ортаға шашамын, сендер сол асықтарды жинап аласыңдар. Кімге неше асық түсті, сол асықтарды санап, мына қызыл сызықтың бойымен тізіп шығамыз. Тізіп шыққан асықты біз, мына қызыл асықты алған бала ойынды бірінші бастап, дәлдеп тұрып, көздеп тұрып, ана асықтарды атып, біз солай асық ату ойынын ойнайтын боламыз. Ендеше балалар, ойынға дайынсыңдар ма? Иә. Олай болса, мен қазір асықтарды шашамын ортаға. Қызыл асық кімге түсті? Маған. Иә, жеткізгенде қызыл асық түскен екен. Енді асығымыз санайықшы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, бізде қызыл асық кімде? Жеткізгенде. Ойында бірінші жеткізген бастайды. Бастар ғой жеткізген. Дәлдеп көздеп тұрып атамыз. Балалар, сендер ойынды өте жақсы ойнадыңдар, жарайсыңдар. Ендеше балалар, қанталапай ойында ең көп асық жинаған Әміре екен. Әміренің асығын бірге санайық, иә? Неше асық жинады екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 асық жинаған екен. Жарайсың. Бөбекжай ішілік қанталапай ұлттық ойынында өзінің даралығы мен ептілігімен көзге түскен құлшақ тобының тәрбиеленушісі Әміре марапатталады. 3-ші орын иегері Әли марапатталады. Құтты болсын, Әли марапаттың. Келесі белсенді ойыншы номинациясымен Асылбек марапатталады. Келесі алғыр ойыншы номинациясымен Әли марапатталады. Жарайсыңдар балалар. Балалар осымен қанталапай ойыны өз мәресіне жетті.